Кеше, иә, кездестік, сөйлестік. Кеше кездестіңдер, сөйлестіңдер. Иә. Сосын? Сол, бәрі жақсы. Шақырайық. Дина осы сөзді бірінші бағдарламадан жаттап алған, әлі де осы сөзді қайталап келеді. Жарайды. Осы жолы бір ауқымдырақ әңгіме айтасың ба деген ниетпен ордаға үміткеріңді шақырайық. Арнұр, кел. Керемет, керемет. Қош келдің, Арнұр. Қандай әдемі, шіркін. Кеше жаңа неде Инстаграм желісінен оқып қалдым да. Отырыңыздар. Инстаграм желісінен оқып қалдым да, жаңа Индира ханым қоянымды. Енді Индира өз қоянын алып алғаннан кейін өзінің қояны болсын деген ниет қой. Ендеше, құрметті көрермен, біз қазір жарнамаға кететінімізді жариялаймыз. Ассалаумағалейкум. Кеше осынан шыққаннан кейін бірден барды бір жерге отырып, тамақтанып, одан кейін енді жұмысым тығыз болғаннан кейін көп отыра алмадық, біраз отырып, Динаны инеден шығарып салып, ары қарай жұмыс бабымен жұмысқа кеттім. Енді өмірдегі Дина қандай екен, айырмашылық бар ма? Өмірдегі Дина сурет бар. Сурет бар, әдемі екен сурет. Өте қарапайым, сол өзім ұнатып келген жаңа мінезі, сол қарапайым, ашық. Енді бірақ көп отырып сөйлесе алмадық. Біраз отырып сөйлестік. Енді Алла қаласа кездесу жалғасады деп үміттенемін. Керемет. Динадан сұрайық ендеше, жалғаса ма? Иә, мен неге Арнұрмен кездесуге сондай қарапайым және жақсы жігіт болғандықтан кездесем деп шештім. Қоян әсер еткен ғой деймін, сыйлық ұнады ма, мені қара? Әрине ұнады. Енді мысығың бар, қояның бар. Иә, мен емес. Жақын арада аю сыйламаса болды біреуіне. Хайуанаттар мекені менде. Хайуанаттар мекені ашамсыз. Дұрыс, өте орында. Және де мысалы мінездерің жарасты ма бір-біріңе? Сөйлестіңдер ғой, және де отбасы жайлы сөйлестіңдер ме? Тұрмыстық жағдай жайлы сөйлестіңдер ме? Жоқ, әлде үндемей бір-біріңе қысылып отырдыңдар ма? Жоқ, сөйлестік, бірақ әлі мінез жағынан айту ерте деп ойлаймын. Әрине. Алғашқы кездесу жаман емес, Иә. Басы жаман емес, керемет. Қатысушылар, пікір, сұрақ бар ма? Иә? Кім, Жандос? Иә, негізі Арнұрға көп рахмет, өзім айтып кетейін дегенім ғой. Қыз баласының кеше ғана Инстаграм желісіне жазғанын, бүгін оның бәрін қадағалағаны нені білдіреді? Өйткені Арнұрдың, яғни Динаның шынымен көңілі бар екен. Иә, қадағалап жүрген. Оның бәрін бағалап, бүгін осындай керемет қоянды сыйлағанына риза болып отырмын. Саған көп рахмет, Арнұр. Өзгі ізгі ниетіңнен тайма, барынша ер жігіттік мінезіңді көрсетіп, қыздың жүрегін жаулап алуға тілектеспін дегім келеді. Рахмет саған. Иә, рахмет. Және де Сәкен пікірін айтам дейді. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Әдемі сыйлық өте өткені байқаған, Жандос айтқанда ұнатқан белгісі. Енді сіздерге сәттілік тілеймін. Дина енді жігіттің көңілін байқап тұрсың, шын жүректен әкеп тұр, өткені сені бақылап жүр екен, ұнатқан белгісі. Жігітте көңіл бөліп, ашылып сөйлессіңдер, тағы да уақыт жетпей қапты. Бүгін 2 күн демалыс бар, алда 2 күн демалыс әдемі бір-бірін танып, болашақта жақсы жұп болсаңдар. Өткені жігітті біз сыртта да жарнама кезінде де сөйлестік, жақсы ниеті өте жігіт. Енді саған сұрағым, Динаның бөлек басқа қырларын таныдың ба? Өйткені сен Динаны тек қана теледидардан немесе Инстаграмнан ғана көрдің, ал кеше сен тілдессің ғой, сол кезде қандай ерекшелігін байқадың? Алдыңғы үміткер көкірек теп кетті ғой, сонда емеген?